тыңдаушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы үстеудің лексико-грамматикалық сипаты. Яғни үстеудің сөз табы ретіндегі ерекшеліктері, мағыналық топтары, жасалуы, басқа сөздермен тіркесу ерекшеліктері және сөйлемдегі қызметі қарастырылатын болады. Үстеу қазақ тіл білімінде арнайы зерттелген сөз табы. Ең алғаш үстеуді Ахмеди Ысқақов зерттеп диссертация қорғаған болатын. Ол кісінің «Наречие в казахском языке» деген 1950 жылы шыққан еңбегі бар. Одан басқа қазақ тілінің грамматикасында, Ахмеди Ысқақовтың қазақ оқулығында және қазақ тілі энциклопедиясында, басқа еңбектерде де үстеуге қатысты деректер кездеседі. Үстеу деп нені айтамыз? Үстеуге анықтама былай беріледі. Үстеу қимылдың, іс-әрекеттің, яғни етістіктің әр алуан мезгілдік, мекендік, мөлшерлік, сындық, амалдық белгілерін, болу себебі мен мақсатын тағы басқаларды білдіреді деген. Үстеуге байланысты қазақ тілінің грамматикасында мынандай бір пікірлер бар. Үстеу жұрнақтарының көпшілігінен, негізгі үстеулердің көпшілігінен шырай категориясы жасалады деген пікір. Үстеу мен шырайдың қатысы қандай? Үстеудің шырайға қандай қатысы бар? Шырай үстеудің категориясы бола ала ма? Шырай жұрнақтары кейбір мекен үстеулеріне, мәселен жоғарырақ, әрірек, мезгіл үстеулеріне, кешірек, ертерек, сын қимыл үстеулеріне, тезірек, ақырындау дегенде жалғана алады екен. Бірақ аталған үстеулердің барлығына дерлік шырай жұрнақтары жалғана алмайды. Мысалға, мекен үстеулерінің мына түрлеріне, мезгіл үстеулерінің мына түрлеріне, сын қимыл үстеулерінің кейбір түрлеріне шырай жұрнақтары қосылмайды. Демек, Ысқақовтың көрсеткен негізгі үстеулердің көпшілігіне шырай категориясы жасалады дегенін қалай түсінуге болады? Категория болу үшін ол белгілі бір тұлғаларға, белгілі бір топтағы сөздерге жаппай жалғана алу керек. Ал енді шырай жұрнақтары үстеудің барлығына емес, белгілі бір үстеулерге ғана жалғанатындықтан, оны үстеудің категориясы дей алмаймыз. Ал енді кейбір үстеулердің шырай жұрнақтарын қабылдауын қалай түсіндіруге болады? Оның себебі үстеулер менен сын есімнің қалыптасу негізінде байланыс бар екендігін көрсетеді. Яғни тарихи тұрғыдан алғанда олардың шығу негізі бір болған. Себебі үстеуде де сындық мағына болады, сын есімде де сындық мағына болады. Бұл байланысты осымен түсіндіруге болады. Үстеулердің жалпы қанша түрі бар? Мектеп оқулықтарында үстеудің 7 түрі көрсетіледі. Ал енді ғылыми грамматикаларда осылардың үстіне топтау үстеуі деген 8-ші түрі қосылады. Бұл топтау үстеуі дегенге қазір тоқталатын боламыз. Жалпы алғанда мектеп оқулықтарында 7 түрі көрсетіп жүр. Мезгіл үстеулері атының өзі айтып тұрғандай, қимыл әрекеттің мезгілін, мерзімін білдіріп, қашаннан деген секілді сұрақтарға жауап береді. Бүгін, ертең, бұрын, күні бойы, күні түні, жазғы тұрым деген секілді. Ал мекен үстеулері іс-әрекеттің болу орнын, бағытын білдіріп, қайдан деген секілді сұрақтарға жауап береді. Ілгері, жоғары, төмен, әрі-бері, жолшыбай, алды-артынан деген секілді. Сын қимыл үстеулері қимыл іс-әрекеттің амалын, сынын, бейнесін, тәсілін білдіріп, қалай қайтып, қалайша, кімше деген секілді сұрақтарға жауап береді. Көбінесе етістікпен тіркесіп жұмсалады. Ақырын жүрді, тез келді, бірден сөйледі, шалқасынан құлады, балаша мәз болды, емін-еркін отырды, бостан-бос жүрді деген секілді. Ал мөлшер үстеуі қимылдың немесе сынның мөлшерін, көлемдік дәрежесін, шама-шарқын білдіріп, қаншама, қаншалық, кейде қалайша деген секілді сұрақтарға жауап береді. Мысалға, онша жараспайды, анағұрлым көбейді, едәуір өсіпті деген секілді. Мөлшер үстеуі. Келесі күшейткіш үстеулер сынның немесе қимылдың іс-әрекеттің белгісін, я сапасын күшейтіп немесе солғындатып көрсетеді. Бұлар
сын сапалық сын есімдермен тіркесіп жұмсалып, сын есімнің күшейтпелі түрін жасауға негіз болады. Мысалға, ең, тым, өте, аса, терең, орасан, тіпті, мүлдем деген секілді шырай жасауға негіз болатын үстеулерді күшейткіш үстеулер деп айтамыз. Келесі мақсат үстеуі қимылдың іс-әрекеттің болу мақсатын білдіріп, қалай, не мақсатпен деген сұрақтарға жауап береді. Әдейі, жорта, әдейілі, қасақана деген секілді үстеулер кіреді. Себеп салдар үстеуі қимылдың іс-әрекеттің болу себебін немесе салдарын білдіріп, не себепті, неге, қалай деген секілді сұрақтарға жауап береді. Босқа, құрбысқа, амалсыздан, лажсыздан, шарасыздан, бекерге, жоққа деген секілді. Ал ғылыми грамматикаларда көрсетіліп жүрген топтау үстеуіне мысалдар көп емес. Мәселен, рет-ретімен, топ-тобымен, жұп-жұбымен, он-ондап, жүз-жүздеп, мыңдап деген секілді топтау үстеуіне осындай мысалдарды келтіруге болады. Бұл үстеулердің құрамында сан есімдер кездеседі. Мысалға, 10-10-нан, 100-100-ден десек, олар топтау сан есімі болады. Ал енді бұлар үстеуге айналу үшін оған үстеу жұрнақтары жалғану керек. Лап, леп, дап деп. Сонда оларды топтау үстеуі деп атауға болады. Үстеулер морфологиялық құрамына қарай негізгі түбір үстеулер, туынды үстеулер және күрделі үстеулер деген топқа бөлінеді. Негізгі бір ғана түбірден жасалғандар негізгі түбір үстеулер, жұрнақ арқылы жасалса туынды үстеулер, және екі сөздің бірігуі, қосарлануы, тіркесу арқылы жасалса күрделі үстеулер деп атаймыз. Үстеулердің жасалуына байланысты төрт топқа бөліп қарастырылып жүр. Бірінші, синтетикалық тәсілмен жасалған үстеулерге, оған арнайы үстеудің жұрнақтары арқылы жасалған үстеулер кіреді. Оған шаши, лай-лей, дайын-дейін, шалық-шелік, шама-шеме, шаң-шең, сыз-сіз, сын-сын, деген секілді үстеудің жұрнақтары жатады. Екіншіде, лексика-семантикалық тәсілмен жасалады үстеулеріміз. Оған таза лексикалық жолы басқа тілден енген үстеулер, мысалға, қазір, әуелі, таман деген секілді үстеулер, араб, парсы тілдерінен енген үстеулер. Келесі, семантикалық жолмен жасалған үстеулер, яғни басқа сөздердің адвербиалдануы, үстеуге айналу арқылы жасалған. Соң деген зат есім болатын болса, ол үстеуге айналған. Кеш деген сөз мезгіл атауынан жасалып тұр. Аса, өте, лықа, айнала дегендер көсемші тұлғасындағы сөздеріміз үстеуге айналып кеткен. Келесі, семантикалық, синтетикалық тәсілмен жасалған үстеулер. Үстеулерге септік құрамында септік жалғаулары бар үстеулер жатады. Мәселен, бар септік арқылы босқа, жатқа, артқа деген үстеулер. Жат септігі мұнда, түнде, алда, шығыс септік шетінен, тосыннан, қатеден, төтеден, көмектес жайымен, жөнімен, шынымен, кезекпен деген секілді көмектес септіктері өзінің мағынасынан, қызметінен айырылып қалып, осындай сөздердің құрамына кірігіп кетіп, үстеуге айналған. Сондықтан бұлар құрамында қосымша да болғандықтан және семантикалық процесс арқылы даму құбылысы болғандықтан семантикалық, синтетикалық жолмен жасалған үстеулер деп айтамыз. Аналитикалық тәсілмен жасалған үстеулерге бірігу, қосарлау, тіркесу арқылы жасалған үстеулер кіреді. Мысалға, бүгін, биыл десек, жазды күні десек, екі сөздің кіріге бірігу арқылы жасалып тұрса, жата жастана, аунап-қунап, жапа-тармағай, бірте-бірте, аз-аздап дегенде қосарлау арқылы жасалып тұр. Ал енді ала жаздай, күні бойы, ертенің қара кешке дейін десек, сөздердің тіркесуі және идиомалануы арқылы жасалып тұр. Сонымен жалпы сөз жасау тәсілі үшеу болатын болса, үстеулердің жасалуында семантика, синтетикалық тәсілді жеке жасалу тәсілі ретінде көрсетеміз. Үстеудің сөйлемдегі қызметі өздеріңізге белгілі негізінен пысықтаушы қызметін атқарады
және басқа да қызметтерді атқара алады. Мысалға, ескі бейше отырман, бос мақалдап дегенде, бейше дегенде үстеу, туынды үстеуіміз қалай деген сұраққа жауап беріп үстеудің қызметін атқарып отыр. Сендер осындасыңдар ма дегенде, осында деген үстеуіміз жіктеліп келіп сөйлем баяндаушы болып тұр. Бірлік қайда болса жеңіс сонда, сонда деген үстеуіміз сөйлемнің баяндаушы болып тұр. Аяқтап тиянақтап. Еріншектің ертеңі таусылмас, ертең деген сөзіміз, үстеуіміз ертеңі тәуелденіп, одан кейін септеліп тұр, не таусылмас атау септігінде тұрып сөйлемі бастаушы болып тұр. Бүгін мереке. Бұл жерде интонация арқылы бүгін сөзі мереке сөзінен ажыратылып сөйлемі бастаушы болып тұр. Сауықшыл сорлы бұқшиды, тымақ қиын іс болды